Достар, егер сіз Таиландқа келсеңіз, міндетті түрде Пхипи аралдарына экскурсия алыңыз. Ол жерде нағыз жұмақ сияқты аралдарды көресіз. Ол жаққа қалай бару керек екенін және қанша ақша керек екенін бәрін айтып беремін. Видеоны сақтап алып, Таиландқа бірге барғың келетін адаммен бөлісіп және маған жазылып қой. Экскурсияны отельдегі гидтен немесе көшедегі арнайы дүкендерден алуға болады. Бағасы шамамен 70-100 доллар арасында. Бірақ достар, арзаны жүгіріп, сапасыз қызметке ұрынып қалмаңыз. Алдымен біз архипелагтың Пхипиле аралындағы әйгілі Ди Каприо ойнаған пляж фильмі түсірген Майя Бэй бухтасына келдік. Енді көз тоймайтын әдемі екен. Инстаграмный фотолар істейтін жерлер өте көп. Ары қарай ең терең лагуна Пилеге келдік. Суы көк көмбек, өте тұзды. Ол жерге Тай елінің ерекше қайықтарымен жүзіп кірдік та, алдымен тағы бір керемет фотоға түсіп лагунаға шомылдық. Суы өте пайдалы. Содан соң қайтадан біздің өзіміздің жүйрік спидбот катамаранға мініп келесі локацияларға кеттік. Келесі локация бізде викингтер үңгірі және краб жейтін маймылдар пляжына келдік. Ол жерде тек қана сырттай қарап өттік. Сосын снорклингке тоқтап, теңіздегі керемет балықтарды тамашаладық. Теңізге шомылып, кішкене шаршап, қарнымыз ашты. Одан кейін мұндағы ең үлкен Пипидон аралына келдік. Шамамен 2000 тұрғыны бар арал. Мұсылмандар өте көп екен, мешіт те бар. Осындай ғажап локацияларда отырып, керемет дәмді түскі ас іштік. Түскі аста бізде спагетти, том-ям, тауық еті, чай, кофе және фрукты болды. Тамақтанып болған соң аралды аралап, мұнда тіпті қонуға келетін туристердің өте көп екенін байқадым. Мұнда отельдер, заманауи дүкендер, банкоматтар бар екенін көрдім. Кешкісін мұнда керемет фаер шоу болады екен. Өкінішке орай біз оны көре алмаймыз, себебі біздің экскурсияға мұнда қону кірмейді. Аралмен қоштасып, біз ең соңғы локацияға қарай кеттік. Ал ол соңғы локациямыз бізде Бамбу аралы. Туристік атауы Баунти аралы деп атайды. Себебі мұнда кезінде Баунти жарнамасына түсуге ұсыныстар өте көп болған екен. Және оларға бұл жер ұнаған, себебі аппақ құм, өте мөлдір көк көмбек теңіз суы, нағыз жұмақтай жер. Бірақ бір себеппен ол реклама мұнда түсірмеген. Себебі мұнда пальма өте аз өседі. Көбіне қарағайлы ағаштар және ол аралда варан деген жануар өте көп екен. Соның бірін тіпті біз кездестірдік. Туристер үшін жағдай жасалған душ, әжетхана, дүкендер бар. Баунтидегідей фотосъемка жасауға болады екен. Достар, міне осылай біздің экскурсия аяқталды. Бағасын өзінің 10 есе ақтады. Себебі өмір бойы ұмытылмайтын әдемілік пен керемет таңқалу сезімдеріне толы болды. Достар, өмір деген біз ойлағаннан да өте қысқа. Сондықтан саяхаттаңыздар, асығыңыздар. Және осы парақшаға тіркеліп, біздің Таиландтағы басқа да қызықты оқиғаларымызды көрсеңіздер болады.